баяндамачы. Siz баяндамада мындай сөз айтып кеттіңіз. Жаңағы қыздарға ала қашу бойынша қырғызчылық деген сөзді. Бұл юридикалық термин бар ма? Мен негізгі себептерін, тұрмыштағы себептерді айтып. Жоқ, мен түсінсем, тұрмыштағы себептер қырғызчылық деген себеп болмақ. Бұл қандай түсінесің? Бұл көбінше қыз үшін ата-енесі жақындары шешіп қойған учур бар да. Бұл түзден түз құқық бұзу болып есептеледі. Жоқ, мен барын түсініп тұрам. Үй бүлөлүк жағынан, ата-енесі жағынан мақұлдық беріп көз жұмып қойып деп қойсаңыз болады. Бірақ өзіңіз ушундай улуу трибунада туруп кыргызчылык деп байланыңыз туура эмес деп ойлоп атам. Кыргызчылык деген бизге шек келтирет, андай колдонгон болсоңузчу. Мен сурап атам, андай экинчи колдонбоңуз мындай. Ал экөөбүз коридордо сүйлөшкөндө колдонсок болот. Ал эми сактандан айтпаш керек. Экинчи суроо сизге мындай. Эми баяндама стандарттуу эле болуп атат, мындай баяндаманы көп уккам. Мына СДПК фракция сизге 2 деген баа койгон экен да. Систематическая неявка на отчет деген. Эмне үчүн келген жоксуз систематически? Эми урматтуу депутаттар, мына азыр Канат Керезбекович айтып өттү. Менин колумда ал боюнча кенен маалымат бар. Негизинен СДПК фракциясы Иса Шейшенкуловичта турат. 2 жолу, 3 жолу чакырган, 1 жолу мен ооруп калдым. 2 жолу, 1 жолу СДПК фракциясы өзү шайлоолорго байланыштуу жылдырды. Менде бул так өзүмдүн күндөрү менен бар. 1 жолу өзүм келе албай калдым да. Мен бир гана нерсе тактайм. Сиз чын эле карчышпай койгонсузбу, качып жүргөнсүзбү, же урматтаган жоксузбу? Мына сиз айтып атасыз, бир гана жолу себеп ооруп калып келбедиңиз. Калган учурда келгенсиз да. Эми суроо болуп атат, жооп берип коеюн. Мен баардык депутаттарды урматтайм. Жогорку кеңешти, бийликтин баардык бутактарын урматтайм. Анын үстүнө СДПК мага жат фракция эмес. Сиз канча омбудсмен болуп иштеп атасыз? 2,5 жыл болуп атат. Сиз акыкатчы болгонуңузга 2,5 жыл. Ушул чакырылышта сизди шайлаган, туурабы? Урматтуу комитеттин төрагасы, сизге мен сунуш берем да. Биз 16, азыр 18 жыл болуп атат. Биз 16 жылдын маалыматын алып атабыз да. Анан муну чечим долбоорун мен колдобойт элем, андай жазбашыбыз керек. Бир фракциянын сунушун карап туруп, анан бул жерде кемчиликтерди далилдеп кеткендей болуп окшоп турат. Бирок түшүнүксүз болуп турат. Ал жерде кемчилик көрсөткөн жоксуздар да. Доклад туура эмес түзүлгөн. Биздин даярдаганда кичине мен ойлоп атам, так болбой калды да. Ошол себептен биз 2 койгонубуз туура эмес.